Құрметті менің YouTube көрермендерім, Экомама каналына қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Бүгін сіздермен тағы да пияз қабығының керемет ақпаратпен, жаңалықпен бөлісемін. Көптеген емге пайдасы бар. Өздеріңіз білесіздер. Менің осы каналымнан төменгі жақтарын жайлап қарай берсеңіздер, пияздың қабығының пайдасымен мен көптеген ауруларға ем екенін жазып кеткенмін. Және де оны мен ғана емес, менің әжемнен қалған рецепттер болғасын мен сіздермен бөлісіп отырмын. Яғни қабығын ешқашан мусорға лақтырмаңыздар, менің әжемнің айтуы бойынша. Енді пияз қабығының пайдасы сіздер көбіңіз білсеңіздер, біреуіңіз білсеңіздер, біреуіңіз білмейсіздер. Яғни сіздерге айта кетейін тағы да, пияз қабығының пайдасы, пияз қабығының қайнатпасын халық медицинасында көптеген ауруға қарсы қолданады. Өйткені оның құрамында дәрумендер мен пайдалы элементтер көп. Сондықтан әртүрлі ауруға қарсы белсенді күреседі. Яғни тамыр аурулары мазаңызды алса, дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. 2 ас қасық ұнтақталған пияз қабығына 100 мг қайнаған су құйып, 7 күн күтіңіз. Дайын болған соң жақсылап сүзгіден өткізіп, күніне 3 рет тамақтан жарты сағат бұрын 20 тамшысын ішіп отырыңыздар. Көрермендерім, сіздерге бұл пайдасын өте қатты тигізіп жатырса, маған комментарий жазыңыздар. Тағы да мынандай тәсілі бар. 2 ас қасық пияз қабығына 400 мг қайнаған су, ыстық су құйып, 6 сағат күтіп, кейін сүзгіден өткізіп, күніне 3 рет тамақ ішердің жарты сағат бұрын 1 стақаннан 7-10 күн ішіңіз. 1 апта үзіліс жасап, емделу курсын әрі қарай жалғастыруға болады. Құрметті менің YouTube көрермендерім, Экомама сіздермен керемет жаңалықпен бөлісіп жатыр. Яғни сіздерге менің жаңалығым ұнап, подписка жасап жатсаңыздар, сіздерге мен рахметімді айтамын. Менімен бірге болыңыздар. Күнде сіздермен керемет жаңалықпен бөлісіп отыратын боламын. Рахмет!